Истанбулдық келін. Басты рөлде Фарук және Сүрия. Фарук бай ауқатты отбасыдан шыққан, 400 жылдық атақ-дәулеті бар отбасының. Ал Сүрия әкесі мен анасынан кішкентайынан айырылған, нағашы әпкесінен басқа ешкімі жоқ жетім қыз. Оның тағдыры көптеген проблемаларға толы. Фарук пен Сүрия алғашқы кездесулері кофейняда басталады. Фарук кенеттен ақша салынған қол сөмкесін ұмытып кеткенін байқайды да артында кезекте тұрған Сүрияны өткізеді. Фаруктың ақшасын ұмытып кеткенін байқаған Сүрия өз ақшасын ұсынады. Фаруктың Сүрияға осы мезетте назар ауады. Фарук алғысын білдіреді және Сүрия ондай жағдайлар болып тұратынын және өзінің басынан өткенін де айтады. Осы сәтте бір көргеннен Фарукта сезім пайда болады. Сүрия әнші, дегенмен өзіне жұмысқа шақырту ала алмай ұзақ жүреді. Бір күні оның құрбысы Диляра сырқаттанып қалып, өзінің орнына сахнаға шығып беруін сұрайды. Сүрия келіседі. Ал Фаруктың анасы Эсма Сұлтан өзі ғана басқарып үйреніп қалған өктем әйел болады. Ол үшінші ұлы Османды Фарукты шақырып бірге келуін тапсырады. Дегенмен Фарук өзінің жұмыстарымен бара алмайды. Үлкен іске қол қоюын атап өту үшін көңіл көтеретін орынға інісімен және әріптестерімен келетін болады. Османның дем жетпей ауыратыны бар және ол түнгі клуб немесе көңіл көтеретін орындарды ұнатпайды. Осы кезде Османның ауруы ұстап дем жетпей тұншығып далаға шығады. Құлап дем жетпеген Османды Сүрия көріп қалып қол ұшын созады. Осман бірден ғашық болады. Ағалы-інілі бір қызға бір сәтте ғашық болып қалғандарын да білмейді. Сүрия сахнада ән шырқап тұрған жерінде Фарук және әріптестері келеді. Әріптестерінің бірі Сүрияны сатып алғысы келіп бір түнге шақырады. Қарсыласқан Сүрияны күштеп машинаға салып алып кетпекші болады. Оны көрген Фарук ызаланып, серіктес болған адамды ұрып қуып жібереді және келісімдерін бұзады. Оның жерге түскен скрипкасын машинамен басып кетіп, скрипкасы сынады. Қатты қорыққан Сүрия ешкімді тыңдамастан Фаруктың жеткізіп саламын дегеніне көнбей таксиге отырып кетіп қалады. Басындағы әртүрлі қиындықтары аз емес Сүрия скрипкасының сынғанына қарап жылап көңіл күйсіз қалады. Ертесі Фарук кофейняда Сүрияны тағы кездестірем деген ниетпен келеді және кездестіреді. Кеше болған жағдай үшін кешірім сұрайды да қабыл аласың деген үміттемін деп кетіп қалады. Түсінбеген Сүрия кофесін алып сыртқа шығады. Сыртқа шықса көше әншілері Сүрия деп ән шырқап тұр. Алдарындағы Фарук қалдырған жап-жаңа скрипканы көреді де қатты таңғалып қуанады. Сыйлығын қабылдаған Сүрияны көрген Фарук алыстан бақылап қатты қуанады. Үйіне келіп интернеттен Фарук Буран деп өзін қуантқан адамды ғашық болғанын байқамай іздейді. Бірақ көптеген қызбен суреті жарияланған Фарукты қызқұмар деп ойлап көңілге түседі. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі бөлім шыққанын қаласаңыз, астыға келесі бөлім деп жазыңыз. Соңына дейін бірге болғаныңызға рахмет.